Қазір 9 сыныпқа өзін-өзі тану сабағы. Өзін-өзі тану сабағының өн бойында жүріп отыратын 5 ережесін еске түсірейік. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Өткен сабағымызды ойланып көр де жауап бер ойын арқылы ортаға салайық. Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Авторы кім? Нешінші қара сөзі? Менің жеке парақшама жауабын жібереміз. Өткен сабағымызға ой жүгіртетін болсақ, адамзат даналығының бастаулары. Білігі мен өмірлік тәжірибесі мол, рухани әлемі бай, ой сезімі сергек тұлғаларды дана адам деп айтамыз. Бұл адамдар халық үшін өмір сүрген. Өйткені дана адамдар жан сарайы мен тән тұлғасын тазартқан сайын болмыстың сырын ұғып, адамзат ұрпағын шапағатқа бөлуді мақсат тұтып ғұмыр кешкен. Бүгінгі жаңа сабағымыз мәңгілік ізденіс, мәңгілік жол, құндылық, ақиқат, қасиеттер, парыз, қанағатшыл, еңбекқорлық. Сабақтың мақсаты адамның ішкі әлемінің тазалығын сақтау туралы түсінік бере отырып, ақиқат құндылығының мәнін ашу. Міндеттері басқалар туралы жамандық ойламау, еңбекқорлыққа үйрету, отбасындағы мектептегі парызын орындай білуге ықпал жасау, қанағатшылыққа тәрбиелеу. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: оқу білім жанған шырақ ойласаң, үйренерсің іздеп көрсең қоймасаң, қу өнерді, бу беліңді жігер сал, пайдаларсың, қау жанарсың тоймасаң. Жүсіпбек Аймауытов айтқан екен. Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы туған. Аймауытов қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, публицист, қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі. Осы дәйек сөзді оқып, мағынасын түсініп алыңыздар. Автор оқу, білім жанған шырақ дегенде не айтқысы келді? Дәйек сөзді жазып алыңдар да, ойларыңды жаза қойыңдар. Кері байланыс ретінде менің жеке парақшама түсіріп жіберіңдер. Білім бұл қолдағы шырақ. Адамның санасы түбі жоқ теңіз, ал білім теңіз түбіндегі інжу маржан. Білім көзі іздену. Білім бүкіл адамзатты сусындата алар шалқар көл. Байлыққа, бақытқа бөлер таусылмас кен. Рухани дерттің бәрін аластайтын, күш қуат беретін дәру. Неге барлығы Әл-Фарабиді әлемнің екінші ұстазы деп атайды? Әл-Фараби бала кезінен өте зерек, білімге құмар болған. Сол құштарлығының арқасында ол 12-16 жас шамасында саяхатқа шығады. Сол замандағы әлемнің мәдени орталықтары Хорасанда, Дамаскіде, Алеппода, Мысырда болып, ғылым мен өнердің, мәдениеттің ордасы әйгілі Бағдат шаһарына келіп жетеді. Бұл қалада Әл-Фарабиді ерекше қуантқаны оның әлемде әйгілі кітапханасы еді. Алғашқы кезде Әл-Фараби өзін ақын, әнші, күйші ретінде жақсы танытады. Сол кездің әйгілі ғалымдармен кездесіп, олардан көп тіл үйренеді. Тарихи деректер бойынша ол 70-ге жуық тіл білген. Есейе келе Әл-Фараби ежелгі грек ғалымдарының күрделі ғылыми зерттеулерін зерделей бастайды. Міне, осы кезде ол әлемнің бірінші ұстазы атанған Аристотель, Платон сынды ежелгі ойшылдардың шығармаларымен танысады. Орта ғасырларда Европа елдерінде үлкен рухани дағдарыс басталды. Ғылымның дамуы тоқтап, мәдениет құлдырап жатты. Осындай қиын кезеңде халық ежелгі ғұламалардың, соның ішінде Аристотельдің еңбектеріне қайта оралуды жөн көрді. Бірақ ол уақытта Аристотельдің кейбір құнды ойлары бұрмаланып, оны түсіну қиынға соғады. Осы тұста Әл-Фараби Аристотельдің метафизика, категория, бірінші және екінші аналитика сияқты күрделі еңбектерін оқып қана қоймай, жаңсақ ойлардан тазартып, түсініктетіп аударады. Содан бастап, халық Әл-Фарабидің еңбектеріне жүгіне бастайды. Көптеген ғалымдар шығыс мәдениетін, оның тарихы мен дәстүрін Әл-Фараби шығармалар арқылы жағын таниды.
Сол замандағы ғалымдардың пікірінше, оның еңбектері Еуропадағы қайта өрлеу дәуіріне, яғни Ренессансқа бастау болды. Осылайша дара тұлғамыз батыс пен шығысты байланыстырған алып көпірге айналды. Сондай-ақ Әл-Фарабиді дүниеге танытқан тағы бір еңбегі «Музыканың үлкен кітабы» атты туындысы. Ғұлама бұл кітабында математикалық тәсілдерді пайдаланып, музыкалық дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп, нота түсінігін алғаш дүниеге әкелген. Музыка теориясын ғана жазып қоймай, аспаптарды қолдан жасап, сол аспаптарда өзі шебер ойнай білген. Әл-Фараби зерттеген негізгі аспаптар сыбызғы, чанг, рубаб, қобыз, тамбур, канун, нагора, дойра және басқалар. Ғалымдардың шығуы, кемеңгерлік меруерті, ізгі қала тұрғындары, музыканың үлкен кітабы, ақылдың мәні туралы және тағы басқа көптеген философиялық зерттеулер жазған. Ғылыми деректерге сүйенсек, Әл-Фараби өзінің 80 жылдық ғұмырында философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка салаларында 150-ге жуық трактаттар жазып қалдырған. Әл-Фараби Аристотельден кейін әлемдік ғылымға екінші өмір сыйлаған үшін шығыс философтары оны екінші ұстаз деп атады. Көрген бейнебаяндарың бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Әл-Фарабидің мәңгілік ізденіс жолына түсуіне не себеп болды? Екінші, ілім үйрену жолында қандай жетістіктерге жетті? Үшінші, неліктен адам өмір бойы біліп алып, кемелденуі тиіс? Төртінші сұрақ, білімге құштарлық адам бойында қандай қасиеттер мен құндылықтарды дамытады? Бесінші, өздеріңіз қаншалықты білімдеріңізді арттырып, адамгершілік тұрғыда өздеріңізді жетілдіріп жүрсіздер? Осы сұрақтар бойынша ой бөлісіп көрейік. Менің парақшама аудиозапис арқылы жібере беріңдер. Сабақтың келесі құрылымы шығармашылық жұмыс. Кітаптарыңдағы 157 беттегі тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырмада берілген қанатты сөздердің мазмұндағы негізгі ойды анықтап, тақырыппен байланыстырып, түйіндеңіздер. Сіздерге тапсырма біздің қанатты сөздеріміз деген стикерлер галереясына орналастырамыз. Әр топтағы үздік қанатты сөзді анықтаймыз. Екінші тапсырма, өлеңді оқып, оның мазмұнында айтылған өнер, білім үйренуге қажетті қасиеттер мен іс-әрекеттерді теріп жазыңыздар. Өнер, білім қайтсе табылар. Мағжан Жұмабаев. Сабақтың келесі құрылымы үй тапсырмасы. Дінмұхамбет Қонаевтың өмірбаянынан қызықты оқиғаларын жазып келу. Дінмұхамбет Қонаевтың өмірдің екі терегі үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау деген қанатты сөзін басшылыққа ала отырып эссе жазасыздар. Сабақтың келесі құрылымы жүректен жүрекке. Бүгінгі мәңгілік ізденіс, мәңгілік жол тақырыбынан алған өнегелі де дана адамдардың асыл сөздерін, өмір жолындағы үйренер жақсы қасиеттерін бойымызға дарытып, есімізге сақтауы қалайық, жүрекке нық орнықтырайық. Сау болыңдар. Сабақ аяқталды.